екінші фото таңдаймыз. Так, мысалы мен мына фотоны таңдайын. Бұл фотода шашты өзгертеміз, иә. Инструментті басамын. Обрез деген бар, соны басып, тек мына без макияж фото керек болып тұр, иә. Мына үстінде екен, дәл жақсы мынаны алайық. Так, инструмент обрез деп мына фотомды алсайын. Себебі шашын өзгертуім керек мен. Ол үшін менің шашым дұрыстап көріну керек. Так, былай осы фотомды аламын да галочка басамын үстіндегі. Үстінде қайта инструментқа кіреміз, астында селфи деп тұр, иә, мына. Соны басамыз селфиді. Астынан ашып қарасаңыздар, мына жерде астында өзгертуге болатын заттар көп. Мысалы, мына жерде волосы деп тұр. Соны басайын. Так, мына жерде бір шаш таңдаймыз. Мысалы, мынау көк таңдаймыз. Так, көк ұнамаса. Так, удалить деп жасаймыз. Так, қайта волос жасамыз. Так, мындай свет, вишневый свет. Так, қызыл свет таңдауға болады. Мынау необычный свет екен. Осылай таңдай бересіздер. Так, вишневый цветті. Үстінде галочка басамыз. Сосын жерде тон кожа деген бар. Соны басып, бетімізді бүйтіп, одан сайын аппақ қылып әрлеуге болады. Былай істеуге болады. Кішкене ағартып. Осылай жақсы үстінде галочка басамыз. Так, сонымен қатар дефект дейді, покрасение өткен болса, кетіреді. Бетіңізді көрсетіп тұр, не бар екен. Көз айналасы не бар екен. Осыны апарсаңыз кетіреді. Так, сонымен қатар. Так. Мына жерде ашып қарасаңыздар, барлығы бар. Свет глаз дегенде, мына жерде көзіңіздің түсін сөйлеп болады. Мысалы, көк қыл қуат. Так, круг глаз емес. Так. Свет глаз деген барамыз да, сосын ортасында мынау деген жүреді, бегонок. Соны бүйтіп көзімді қарашығына бүйтіп дұрыс айқай аламыз. Мына кішірейту болады. Мына көзімді қарашығы, Так. Сосын аңғы істейміз. Көздің қарашығына келеміз де, сосын барып төт таңдау болады. Көк көз бә. Қандай көз сізге? Сары көз бә. Так, мынау қандай көз? Қарашығына бірде қылып. Осылай істеп қояйық. Мынандай сізде фото пайда болды. Жасап қараңыздар, өте креативный, өте әдемі эксперимент жасай беріңіздер. Жалпы осы. Саған тиімді жұмысамыз.